Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Диана. Бүгін сіздермен дәмі өте ерекше круассанның рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазамыз. Ең алдымен бізге қажетті заттар: ерітілген сары май, қант, тұз, жылы су, ашытқы, жылы сүт және бір жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жылы сүтімізді, одан соң жылы суымызды, қантымызды және тұзымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Тұзымыз бен қантымыз ерігенше. Барлық заттардың өлшемі описаниеде жазылып тұр. Оның үстінен сары майымызды саламыз. Ерітілген сары майымызды салып, және бір жұмыртқамызды салып, тағы да венчиктің көмегімен бір қалыпқа келгенше жақсылап араластырамыз. Ең соңында ашытқымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Барлығы бір-бірімен үйлесуі қажет. Және електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр пайда болуы қажет бізде. Осы қамырымызды 1-1,5 сағатқа бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Бізде 1,5 сағаттай уақыт өтті. Қамырымыз осылай көтерілді, әдемі болып, қарап тұрсаңыздар. Енді осы қамырымызды бөліктерге бөлетін боламыз. Жасап көрсеңіздер өте оңай. Видеода бірінші жасаған адамға қиын болып көрінуі мүмкін. Жалпы жасасаңыздар, 1-2 жасасаңыздар өте оңай круассандар болып табылады. Қонақ келгенде де ұсынсаңыздар, дастарханға қойсаңыздар өте керемет. Менің отбасыма бұл круассанның дәмі өте қатты ұнады. Осы рецепттен кейін мен жиі жасауға тырысамын круассандарды. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Мен осы қамырды 5 бөлікке бөлдім. Сіздер өздеріңізге қалай ыңғайлы, неше бөлікке бөлгілеріңіз келеді, сонша бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен 5 бөлікке бөлдім. Можно 6 бөлікке бөлуге, 8 бөлікке бөлуге болады. Міне біз осылай дөңгелек етіп бөліп алдық. Келесі кезекте тұнып тұрған қамырларымызды жайып аламыз. Біздің үйде тәттіні қатты жақсы көргендіктен қантын мен көбірек қосуға тырысамын барынша. Сіздер өздеріңізге қалай ыңғайлы өлшемде салғыларыңыз келеді, солай салсаңыздар болады. Міне біз қамырымызды жайып болдық. Бөлме температурасындағы сары майымызды осылай бетіне жағып шығамыз. Маған осылай пышақпен жайып шыққан ыңғайлы. Сол үшін осылай жақтым. Екінші қамырымызды жайып шығамыз. Қамырдың өлшемі қатты жұқа болмау керек, қатты қалың да болмау керек. Орташа көлемде қамырымызды жайып шығамыз.
Жаңағы бірінші жайған қамырымыздың үстіне осылай қойып шығамыз. Өте нәзік болып келеді біздің қамырымыз. Бірақ жаюға ыңғайлы. Осы әдіспен келесі қайтара істейміз. 5 рет осы сармайды жағамыз, қамырды қоямыз. Солай осы әдіспен жасаймыз. Біз ең соңғы қамырымызды үстіне қойып жатырмыз қазір. Өте нәзік, жұмсақ круассан болып шығады. Үстінен осылай ұн сеуіп, қамырымызды тағы да оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Орташа көлемге келгенше жайып шығатын боламыз. Және осылай кесіп шығамыз. Формасы өздеріңіздің қалауларыңызша. Мен классический круассан дайындап жатырмын қазір. Оның формасын өздеріңіз білесіздер. Осылай үшбұрышты етіп кесіп шығамыз. Осы қамырдан булочка ретінде істесеңіздер де болады негізі. Мен арасына осылай вареный сгущенка қостым. Ол өз қалауларыңызша шоколад қоссаңыздар болады. Варенье қоссаңыздар болады. Міне осының барлығына вареный сгущенка салып шықтым. Келесі кезекте круассанымызды орайтын боламыз. Вареный сгущенка ақпайтындай етіп, жан-жағының барлығын қаттырақ басып, осылай дөңгелек етіп ораймыз. Ең бастысы бізде вареный сгущенкамыз ішінен шығып кетпеуі қажет. Себебі асты күйіңкіреп қалады. Жабысып, ыңғайсыздық тудыратын болады. Міне бізде осындай круассандар пайда болады. Барлығын осылай етіп ораймыз. Қараңыздаршы, өте керемет болып шығады. Келесі кезекте пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Осылай табамызға саламыз круассандарымызды. Және үстінен жұмыртқамызды жағып шығамыз. Тағы да қайталап өтейін. Пешімізді 180 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Қызып тұрған пешке саламыз. Өте әдемі болып шығады осылай. Міне біздің круассандарымыз пісіп шықты. Иісі өте керемет. Келесі кезекте оформлениеге көшеміз. Мен осылай шоколадты ерітіп, кішкене бөлігіне осылай бетіне жағып шықтым. Осылай жағып шықтым. Сіздердің өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады оформлениені. Осылай жағамыз және үстіне осылай сеуіп шығамыз. Үйлеріңізде не бар, соны қолданып бетін әрлесеңіздер болады. Осылай әртүрлі оформление жасадым мен. Орех, кейінгісіне жаңғақ немесе сахарный пудрамен де
оформление жасасаңыздар болады. Қонақ келгенде дастарханға ұсынсаңыздар өте керемет, дастарханның сәнін ашатын круассандардың бірі. Міне біз оформлениемізді аяқтадық. Осылай әдемі, нәзік, жұмсақ, иісі өте тамаша круассандарымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер, жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.